Сен бәрібір еш нәрсе дәлелдей алмайсың. Маған ештеме дәлелдеудің қажеті жоқ. Мен саған сенбеймін. Енді сене берсең болады. Түрмеде отырғанша бөліскеніміз артық. 50-50. Жоқ, қанықталыппыз. Жоқтан жоқ. Жақсы нәрсе. Көп нәрсені көруге болады ішінен. Менің кінәм жоқ. Барлығына кінәлі мынау. Сейфтегі ақшаны ұрлағанда мынау. Тыңдама мұнам. Екеуміз келісіп істегенбіз. Мен мойындаймын. Сен кінәлісің бәріне. Сен кінәлі. Тыңдама. Алып кетіңдер бұлар. Мойындаймын мен. Менің кінәм жоқ. Менің кінәм жоқ. Сәлем, Айсұлу. Мұнда не болып жатыр, тыныштық па? Сосын түсіндірем. Бәрі жақсы ма? Айсұлу, қанша ақша ұрланғанын білесің бе? Әрине. Санау керек. Сен куәгер боласың. Жарайды. Уақытысында келіп тұрмын. $340 Дұрыс. 340 мың қарыздың жалпы сомасының тек 30% ғана. Сот енді Қайсар мен Талаптың келісіп жасаған қылмыс үшін айыптауы мүмкін. Демек, бізде қарыздан құтылуға мүмкіндік бар. Бір айда бәрін төлесек, дүкен өзіміздікі болады. Ал, Айсұлу құтты болсын. Енді бай қыз болатын болдың ғой. Скрипкаңды қашан алып келейін? Қандай скрипка? Айсұлу, қызым, оны тыңдама. Дүкенді қайтарып алайық, мен саған оның 10-ын алып берем. Дүкенді құтқару керек. Скрипка күте тұрады. Дұрыс, қызым. Айсұлу, сен өзің жайында ойлап қойсаңшы. Сенің музыка жайындағы арманың қайда кетті? Ертай, әкемнің денсаулығы маған қымбат. Айсұлу, сен скрипканы қайтадан сатып аламын деп айттың ғой. Мен де шаруаларымды бітіруім керек, маған да ақша керек. Осыншама қолыңда қаражат тұрғанда саған не кедергі болады? Қызым, осындайда мықты мінез көрсете білген дұрыс. Ертай, кешір бірақ бірінші дүкеннің жұмыстарын бітіру керек. Жарайды, өзің біл. Ертай, енді бізде ақша бар. Енді дүкенді құтқарып алуға мүмкіндік бар. Ал, жарайды. Куәгерлер бәрін көрдіңдер. Ақшаны санадық. Енді қол қойып, үйге қайта берсеңіздер де болады. Қайтайықшы. Айсұлу айтпақшы, кірпі киіміндегі хат алып келуші жайлы не білесің? Білгенде қалай? Талаппен Қайсарды сыртынан жауып қойыпты. Бәрін камераға түсіріп алған. Ақшаны қайтарып берді. Бізді құтқарды. Аға, оны табу керек. Біз оған рахметімізді айтқан жоқпыз. Рас. Оны бет-пердесіз көрдіңдер ме? Кім өзі? Білмейміз. Әр күні әртүрлі адамдар келеді. Сабыр, бүгін қандай адамдар келді? Есінде ме? Қайдан білемін? Мүлдем есімде жоқ қой. Сол? Демек Қазақстанда жаңа батыр пайда болды. Құтқарушы кірпі адам. Оны көрген білген болса, дереу маған хабарлассын. Сабыр, сені іздеп жатыр. Қоймаға кара керек екен. Жүктерді түсіру керек дейді. Ажар. Мен жұмыстан шығам. Сабыр, есің дұрыс па? Сенің мұнда жұмыс істегеніне 100 жыл болды ғой. Маған десе 1000 жыл болсын. Кеттім мен. Сабыр. Сәлеметсіз. Сәлем. Ақша табылыпты. Құттықтаймын. Демек енді дүкен сіздерге қалатын болды ғой. Білмеймін. Қолымнан келгенін бәрін жасаймын ғой.
Иә, біз де тілекшіміз. Бұл дүкенге басқа бастықтың келмегені жақсы ғой. Ажар, бүгін кірпінің киімін кім кигенін білмейсің бе? Жоқ, білмеймін. Әр күн әр қалай. Олар негізі сауда залында жүру керек қой. Ал біздің кірпілер кейде кезіп кетеді. Жарайды. Рахмет. Саламатсыз ба? Айсұлу, біз тезірек бөлімшеге жетейік. Сіз арыз жазуыңыз керек қой. Я, әрине, ақшаны ала аламын ба? Аз уақыттан кейін. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Қандай әдемі гүлдер. Гүлдерің тоңып қалған шығар. О, сәлем. Гүл, сен енді менің қызыма қырындайын дедің бе? Тоқтасын аға. Мен сізді құттықтауға келдім. Неге дейсіз ғой? Мен диссертациямды аяқтадым. Ол әрине сіздің арқаңызда. Мынау сізге. Тоқтасын аға. Рахмет. Айтпақшы, Америкаға баратын визам да дайын, құжаттардың барлығын дайындап қойдым. Кіруге бола ма? Ал кіріп көр. Америкаға ұшпақсың ба? Иә. Ал мен ешқайда бара алмай жүрмін. Жолың болғысы екен. Қаладан шықпау туралы құжатқа қол қойғам. Айтсам сенбейсіздер ғой. Мен сіздерден кешірім сұрауға келдім. Айсұлу, мен саған қашанда тәнті болушы едім. Сенбесең Қайсардан сұра. Егер әрине Қайсармен көрсетім болсаң. Ал мен онымен қазір мүлдем араласпай. Сізге не керек? Ештеңе де керек емес. Шынымды айтсам, сіздерге деген ниетім түзеу. Сотта жеңіске жеттіңіздер. Бір айға қарыз беру мерзімі шегерілді. Енді төлемді күтемін. Болды ма? Бар айтарыңыз осы ма? Жоқ. Мен сіздерді дүкеннің ашылуымен құттықтаймын. Жарайсыңдар. Айсұлу. Төлейтін ақша әлі көп пе? Иә, көп. Ал оған мүмкіндік бар ма? Білмеймін. Қолымнан келгеннің бәрін жасаймын ғой. Мен ең бақытты адаммын. Көңілім сондай көтеріліп тұр. Қолымда скрипкам болғанда, Әкетай, саған ойнап берер едім. Майра, сәлем. Қалай жағдайың? Майра? Дүкен ашылыпты ғой. Майра, не болды? Жүр. Сөйлесеміз, жүр. Кір. Тез. Абайжан, сенімді адамдардың қатары сиреген кезде қиын екен.
бұрын менде бәрі бар еді. Бірақ қызым қасымда болмады. Қазір қызым жанымда. Бірақ менің қолымда түк жоқ. Тоқтасын аға. Сіз дүкеннің банкротқа ұшырағанын естіп, осы халге жеттіңіз. Ал қазір дүкен сіздікі. Демек, жылдамырақ жазылу керек. Қазір орнымнан тұрамын да секеңдеп кете берем. Мен сізге сенем. Сіз өте жігерлі адамсыз. Әлі аурудан айығып кетесіз. Абай, сенің болғаның қандай жақсы болды, балам. Тоқтасын аға, мен сізбен қоштасайын деп келдім. Диссертациямды аяқтадым. Енді Америкаға ұшам. Солайды. Мен саған сырымды ақтарып салдым. Ал сен диссертация деп қоймадың. Қалай? Білмеймін. Онда қалай күн көрем, қалай көпшілікпен тіл табысам. Ағылшын тілінде дұрыс білмеймін ғой. Абай, сен мен ойладың ба? Мен қалай тіл табысам? Мені сенен басқа ешкім түсіне алмайды. Сен мені кімге қалдырып барасың, балам? Тоқтасын аға, сіз мен үшін жылап отырсыз ба? Жоға, жай көзіме бір нәрсе түсіп кетті. Жыламаңыз. Жылап тұрғам жоқ, шырағым. Менің де кеткім кеп тұрған жоқ. Сіз менің әкемдей болып кеттіңіз. Сіз болмасаңыз, бұл диссертацияны да жазбас едім ғой. Мен де саған бауыр басып қалдым. Тоу, өзімде сондай бір сезімтал болып кетіппін. Қаласаңыз, бармай-ақ қойын. Түсінбедім. Бұл не дегеніңіз? Білмеймін, өзім де түсінбей қалдым. Кән тағы бір рет қайталаңызшы. Басыңыз қозғалтыңызшы, Тоқтасын аға. Қазір тоқтай тұр. Жарайсыз. Жарайсыз, Тоқтасын аға. Тамаша. Бұны Айсұлуға айту керек қой. Бүгін кездесу күні ғой деймін. Абай, 5 минутқа шыға тұрасың ба? Шығайын ба? Бұл не сонда бәрін түсіне ме? Иә. Ал, söyle. Неге келдің? Тоқтасын. Мен қажыдым. Мұна тергеу мені әбден шаршатты. Сен мені жазған арызыңды қайтып ал деп, айту үшін келіп тұр деп ойлап отырған шығарсың. Жоқ. Шын мәнінде мен сенен кешірім сұрау үшін келіп отырмын. Тоқтасын. Кешірші мені. Мен саған ренжіген емеспін. Бірақ Айсұлуға жасаған сатқындығым үшін ешқашанда кешірмеймін. Шіркін-ай, бәрін басынан бастаса қой. Есіңде ме? Екеміздің ең алғаш бастаған жұмысымыз. Әттең уақытты кері қайтара алмайсың. Мен де сатқындыққа бармас едім. Ондай жағдайда мен сенімен серіктес болмас едім. Қалай десек те бәрібір түрмеге отырамын ғой. Дұрыс. Сендейлердің орны түрме. Бірақ талап қашып құтылады. Мен оны білем ғой. Тоқтасын. Менің саған
ұсынысым бар. Аха, демек түрмеден қорқасың. Бәсе сені қалай тыныш жүр деп едім? Мен түрмеде отырған менде дүкеннің 40% менікі болады. Иә, онымен не демексің? Менің айтпағым өз еншімді Айсұлуға берем. Ал сен арызыңды қайтып аласың. Сонымен іс жабылады. Бұған қалай қарайсың? Тоқтасын. Мені естіп отырсың ба? Тарт қолыңды. Мен ойланып отырмын. Келсең, маған бір белгі берші, тоқтасын. Ол ненің белгісі? Абай! Не болып қалды? Тоқтасын, басын изеді. Ол нені білдіреді? Сіз не дедіңіз? Мен оған жақсы ұсыныс жасадым, а ол басын изеді. Тоқтасын аға. Сізге ұсыныс жасапты. Егер келсеңіз, басыңызды 2 рет изеңізші. Тоқтасын, айналайын. Тоқтасын, рахмет саған. Мен жақсылығымды ұмытпаймын. Уайымдама, құжаттардың барлығын өзім дайындаймын. Менің 40%-ым осының өтемақысы болсын, тоқтасын. Рахмет. Жоқ, ол өтемақы емес. Ол сенің бостандығың үшін сыйға тартылған билет. Ал, бастаймыз ба? Майра, не болды, айтшы. Айтсаңшы не? Майра. Сенесің бе? Мен оған сүйіп қосылып, жары болам деп жүрсем, ол маған сені тек тоқал етіп алам дейді. Қойшы. Оның бірінші баласы менің құрдасым ғой. Құрдасы болғаны қалай? Сонда жасы нешеде? Жасы. Әрине 18-де. Мен ақымақ. Соның артынан еремін деп жақындарым қалай ренжіткенімді де байқамадым. Ештеңе етпейді. Айтпақшы, Сабырдың жұмыстан кеткеніне біраз болды ма? Сен қалай жұмыстан кеттің, ол да бірден кетіп қалды. Майра, қойшы. Майра. Бәрі жақсы. Майра. Енді не істейсің? Не істеймін? Жұмыс қаласа, жұмыс істеймін. Айтпақшы, Сабырды көрмегелі көп болды ма? Білмеймін. Көрмегелі көп болды. Майра, қойшы, болды. Ешкімге көрсетпе жасын. Майра. Есен қатты түсінемін. Майра. Айсұлу, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе? Уақытыңыз болса сөйлесейін деп едім. Иә, әрине. Дүкеннің ашылу құтты болсын. Рахмет, бірақ дүкеннің қарызы бар. Сондықтан тойлауға әлі ерте. Бәрі жақсы болады. Мен білемін. Біз тырысамыз. Әкеңнің жұмыстарыңнан қолың тимей жүрген шығар. Иә. Айсұлу, сіздің музыканы тастамағаныңыз жөн. Жоқ, музыканы тастамаймын ғой. Сөйле, менде бір сұрағым бар. Иә, тыңдап тұрмын. Сіз дүкенге келмей кеттіңіз.
Бізде көп жаңалық бар. сөзімді бөлейін. Мынаны ұмытпай тұрғанда саған тапсырайын. Бұл не? Білмеймін, Абай берді. Екеуміздің сөйлесіп тұрғанымызды көріп, сенің анаң деп ойлап қалған шығар. Қысқасы осыны саған тапсырсын деді. Не айтайын деп едің? Жаңа сөзіңді бөліп жібердің ғой. Жоқ, маңызды емес. Кедергі болмайын. Сау бола ғой. Айсұлу, Тоқтасынаған саған сыйлығы бар. Менде де сыйлық бар. Онда кезектесіп бір-бірімізді қуантайық. Бірінші Тоқтасынаға жарай ма? Жарайды. Отыр. Ал, дайынсың ба? Иә. Онда Тоқтасынаға бір сұрақ қой. Әке, қалың қалай? Әкешім! Тоқтасынаға күннен күнге жақсарып келе жатыр. Мені бір қуанттың ғой. Енді менің сыйлығым. Бұл деген? Бұл банк шоты ғой. Иә. Әке, көріп тұрсың ба? Менің құрбым бізді алдамапты. Маға жаңағын алып келді. Айттым ғой саған. Әке, бұл шотта ақша бар ма? Ол иә деп жатыр. Біз қарыздан құтыла аламыз ба? Енді дүкен біздікі болады ғой. Нағыз тосын сый осы болды. Айсұлу, мен сіздер үшін өте қуаныштымын. Қой, жарайды, мен жүрейін. Шаруаларым бар. Абай, рахмет саған. Ертең дастархан жаямыз. Келетін бол. Келем. Ал, Тоқтасынаға. Сау болыңыз. Жүрмесен шығарып салайын. Жүр кеттік. Кім бұл? Айсұлу? О, кім бар мұнда? Айсұлу? О, бұл қайсысың? Кім бұл? Әке, жарықты кім өшірді? Менің скрипкам. Бұны кім алып келді? Білмеймін. Мен ұйықтап кетіппін. Бейқам жатқан кезімде біреу жарықты сөндірді. Ертай. Ертай. Ертең дүкенге келе аласыз ба? Жарайды. Сау болыңыз.
Иә, сәлем сұлу қыз. Сәлем, Ертай. Не шаруа? Скрипканы кеше сен емес пе алып келген? Скрипка? Жоқ, мен емес. Қалай сен емес? Скрипканы саған сатып жібердім. Осы уақытқа дейін скрипка сенің қолыңда болды. Иә. Кеше бөлмеге кірсем, скрипкам жатыр. Сен болмасаң кім? Сенің әкең сыйлаған скрипкада ойнағаныңды қалаған біреу алып келген ғой. Ертай, менде қазір ақша бар. Мен төлей аламын. Айсұлу, ақша жайында айтпа, ол сыйлық. Сенің сыйлығың ғой. Ертай, мен білем, скрипканы сен алып келдің. Қойшы. Менің бірінші сатып алушым қашан келеді екен? Міне, өзде келе қалды. Сабыр. Сабыр, тоқташы енді. Не керек? Мен мына дүкенге қайтып жұмысқа кірдім. Сенің қайтып келетін ойын жоқ па? Жоқ. Сабыр. Не болды? Саған қарайтын бет жоқ. Үндемей тұрмашы. Айтшы бірдеме. Сабыр. Шынымды айтсам, күндіз түні сені ойлаймын. Сабыр. Мен кешірші. Сабыр, сәлем. Сәлем, Айсұлу қалған. Ойланып көреміз. Қалың қалай? Бәрі жақсы, сосын сөйлесеміз. Ал қазір дастарханға жүріңіздер. Айсұлу маған ыңғайсыз болады. Жоқ, ештеңе білмеймін. Жүріңіздер. О, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Төрлетіңіз. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Бүгін ерекше құлпырып кетіпсіз. Рахмет. Иә? Айсұлумен кездестіңіз бе? Кездестім. Банк шотының номерін бердім. Қандай шот? Ол ұзақ әңгіме. Бір сөзбен айтқанда Тоқтасынның банктегі шотының номері менің қолыма тиді. Оны неге бердіңіз? Онда қанша ақша бар екен білесіз бе? Айсұлудың маған сенгенін қалаймын. Ақшадан ол маңыздырақ. Әрине, ол маған да сенген. Арты енді не болған көрдіңіз бе? Иә, мен Тоқтасынмен кездестім. Ол қармаққа ілінді. Жаңа жылдан кейін мен пайызымның барлығын Айсұлуға сыйға тартамын. Ал қайсыр сонымен сізді маған қандай пайдаңыз тиюі мүмкін? Мен сіз болмасаңыз да дүкенді меншіктеп аламын. Мен Тоқтасынды жақсы білем. Екеміздің араласқанымызға 30 жылдан асты. Мен оның әлсіз тұстарын білем. Оның әлсіз жері оның қызы. Оның бәріміз де білеміз. Сәуле, мені өзіңізге көмекші етіп алыңызшы. Өкінбейсіз. Менің білуімше, сізге дүкен емес, Айсұлу керек. Кезінде Тоқтасын менің барымды тартып алған. Енді менде ақымды алмақ. Менде оны дымсыз қалдырғым келеді. Демек, мен еншімнің барлығын соларға сыйға тартам. Маған еш нәрсе керек емес екендігін олар түсінген кезде, сіз іске кірісесіз. Дүкеннің жаңа қожайындары үшін.
Рахмет. Сосын? Сосын айттым мен оңдай супермаркетке келді дедім. Келгенде жоқ мына жақта. Айсұлу осы қыз екен ғой. Мен оны сатып кеттім. Мен қорқып жігерсіздік таныттым. Егер сәл батылдау болғанда, ол скрипкасын сатпаған болар еді. Ей, скрипка сатып алып бермексің ба? Ей, Серік, сенің әкең ақшаны болашағына жаратсын деп, қажеттілігіне жұмсасын деп қалдырды. Менің болашағым сол қыз. Әй, ол қыз супермаркет қожайынынан қызы. Онсыз да сен оның ақшасы жетеді. Не деген ақымақсың? Теңмен тезек қабымен деген бар. Сен алдымен ақша тапқанды үйрен, одан қызды қаратып алырсың. Ол қыз болмаса маған бұл ақшаның қажеті де жоқ. Менің арым жібермейді. Өмір бақи сатқын аталып жүргенше, қалтамда көк тиыным болмай күнелткенім артық. Солай да. Әй, Серік, ай. Тең деген. Бұл қызға қол жеткізу қайда саған? Сәлеметсіз бе? Сізге кім керек? Ал, рұқсат болса мен бір тілек айтайын. Тоқтасын аға, ең алдымен сізге айтайын дегенім, жылдамырақ жазылыңыз. Сізге қазір тек қана денсаулығыңызды ойлау керек. Қазір бұл дүкенде тамаша қызыңыз да қасыңызда. Айсұлу, сіз өте тамаша қызсыз. Бұл дүкен үшін, біз үшін, барлығымыз үшін өте көп еңбек сіңірдіңіз. Енді барлығын былайша қойғанда, бұл дүкеннің сізге бұйырып тұрғанына мен өте қуаныштымын. Рахмет, Майра. Сабыр, сен де бір-екі ауыз айтып жібер. Рахмет, Майра. Мен не деймін? Қосылам. Бізде сіздермен жұмыс істегеніміз үшін өте қатты қуаныштымыз. Бұл жұмыс маған қатты ұнайды. Дәлірек айтсам, осы дүкенде жұмыс істеп жүрген күндерімді қатты сағынам. Мүмкін қайтадан осы жұмысқа аласыздар деген үлкен үміт бар. Сабыр, ол не дегенің? Өз орнына келесің. Рахмет, Айсұлу. Рұқсат болса, мен өз сөзімді Айсұлу саған арнағым келеді. Айсұлу, сенімен танысқаныма өте қуаныштымын. Әрқашан жүзіңнен нұр толып, күліп, ойнап, жайнап арамызда жүре бер. Тоқтасын, аға, сізге денсаулық тілеймін. Ал енді мен айтайын. Әке. Қиындықтар артта қалды. Сен ауырып қалдың. Мен музыканы тастап кеттім. Дүкеннен айырып қала жаздадық. Бірақ осының бәрі болмағанда мен сенің қадіріңді білмес едім. Алтыным менің. Құдайдың сендей перзент бергеніне мың бір тәубе.
Кешіккен үшін кешірім сұраймын. Абай, әкем сөйлейтін болды. Ғажап. Мен білгем осылай болатын. Тоқтасын аға, қалайсыз? Қуаныштан толып қалып, басым айналып тұр. Мұнда ауа тар екен. Я. Жүріңіз, таза ауа жұтып қайтайық. Кәні. Айсұлу, құтты болсын. Сабыр, сен жұмысқа қайтып келесің бе? Иә? Демек сен мені кешірдің ғой. Демек маған Майра, жұмыс керек. Сабыр. Жұмыс. Сабыр. Кешірші мені. Жарайды. Кешірдім. Ертай, мен ең бақытты адаммын. Айсұлу, мен сен үшін қуаныштымын. Ертай, сізге үлкен рахмет. Сіз мен үшін қанша жақсылық жасадыңыз. Қайдағын айтпашы. Жоқ, шынымен де. Біз дос емеспіз бе? Ертай, скрипканы алып келген сіз емес пе? Сен ертайсың ба? Сіз ба скрипканы алатын? Сен күлгенше айтсашы, бұл аспап неге сонша қымбат өзі? Егер бір нәрсе оқысаңыз онда айтайын, бұл Амати. Жарайды, алам. Бұны айтпекшісіз. Бір ақмақ бар. Бұл скрипканы иесіне қайтаруды армандайды. Мен де армандағам бұл скрипканы иесіне қайтаруды, бірақ 30.000 евро. Ол ақмақ кім болды екен? Айтпағын өтініп еді. Әсіресе Айсұлуға. Міне, ақшам. Жақсы? Жақсы. Иә, Айсұлу, мен ғой. Мен білдім. Мен саған әр кез көмектесуге дайынмын. Рахмет, Ертай. Айсұлу, ойнап берші.